Ал мына мен 16 ілмекті теріп алдым. Кәдімгідей классикалық әдіспен кәдімгі өзіміздің оң қылып, бірыңғай оң тоқыдық. Енді ары қарай не істейміз? Енді біз ары қарай қосуымыз керек, ілмек қосуымыз керек. Бірінші кромочный щетканы іліп алдық. Мен негізі оң қылып тоқиды екенмін да, мынау ең соңындағы нені ілмекті. Енді кеше көп адам білем, теріс қылып тоқитын. Сондықтан бір теріс қылып тоқиыш деп көріп ем, мынандай бостау болып қалып, білмеймін. Өзімнің әдісімен тоқи бергенім дұрыс па еді? Мейлі. Кім қалай үйренген, солай тоқи береді. Бірыңғай 10. Мына жерде 16 болса болды. Енді ары қарай мынау бірінші кромочный щетканы алып алдық. Енді біріншісін бір оң тоқимыз да, енді ілмек қосамыз. Ілмек қосқанда кәдімгі мынау алдыңғы қатардағы жіптен іліп аламыз. Мына іліп алдық. Мынау сол жақтағы спицаға іліп қойып, кәдімгідей былай қосып алдық. Міне бір жіп қосылды. Өздеріңіз білесіздер, ілмек қосудың неше түрлісі бар. Мынау протяжка, из протяжки деймін. Енді ол орыстардан үйренеміз ғой, көбінесе сондықтан орысша айтайын. Из протяжки дейді. Одан кейін накид дейді. Одан кейін былай накид жасауға болады, былай қосып, сонда тесік болмас үшін, тесік үлкен болмас үшін. Мен енді тесік көп үлкен болмас үшін, мынау астындағы қатардан осылай из протяжки жасап алдым. Енді 5 оң. 1, 2, 3, 4, 5. Енді міне тағы протяжка тұр. Осы протяжкадан тағы да біреу қосам. Мына ортадағы 2 оң. Мына екеуі ортада. 2 оң. Тағы да біреу. Мына жерде 5 болу керек бізде. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жердегі протяжкадан біреу. Енді бір көрешен басын бастадым ғой, теріс қылып. Осылай. Енді келесі қатар. Енді бізде мынау жаңа бірінші қатарымыз. Бірінші оң қатарды біз бірыңғай оң қалдық қой. Жіпті біз теріс қатарда қостық. Енді оң қатарда тағы да ештеңе қоспай, бірыңғай оң етіп тоқып аламыз. Ештеңе қоспаймыз. Мен енді сәл тығыздау тоқуға тырысамын. Негізі өзімде тығыз тоқимын. Бірақ енді пинеткенің табаны болғаннан кейін сәл тығыздау тоқуға тырысамын. Бос тоқымаңыз, үлкен табан бол. Теріс қылғанда әдемі болады екен. Міне теріс жасадым. Енді мынау бірінші қатарда біз 4 ілмек қостық. 4, 1, 2, 3, 4. Енді келесі қатардан бастап 8-ден қосамыз. 8-ден қосамыз. Біріншісін іліп аламыз. Негізі большой разница нет. Бірақ жіп бүйтіп айналып кетеді екен, былай қосқанда. Енді мына біріншісін оң қылдым. Мына қараңыздар енді. Біреуі мына үнемі оң болады. Біріншісі кромочныйдан кейінгісі просто оң қылып тоқылады. Қосылатын жіп содан кейін қосылады. Тағы да протяжкадан қосам біреу. Енді алдыңғы қатарда біз шығарған бір жібіміз бар еді, бір ілмегіміз, протяжкадан. Соны оң етіп тоқимын да, оның екінші жағынан, мына екінші жағынан тағы да протяжка тоқимын. Қараңыздар сонда. Кромочный, бір оң, бір протяжка қосылған жіп, бір оң, бір протяжка. Мына жерде одан кейін, қосылғаннан кейін, үнемі 5 болады. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бағана қосылғанға келдік тағы да. Міне. Мынау қосылған протяжкадан қосылған жіп тұр ғой, міне. Осыны екі жағынан қосамыз ғой. Оң жағынан және сол жағынан біреуден. 1 оң, тағы протяжка екінші. Енді мына жерде үшеу болды. 1, 2, 3. Ортада үнемі 2 оң болады. 2 оң. Одан кейін тағы да жан-жағынан қосамыз. Біреу, 1 оң, 2. Осылай соңына дейін тоқимыз. Соңында тағы да мына басындағыдай болады. Енді қыздар тағы да. Енді осылай біз келесі қатар бірыңғай оң болады. Оң қатарымыз бірыңғай оң болады.
Одан кейінгі қатарда бұл 1, 2, 3, 4, 5 қатар ма? Келесі 5 қатарда біз тағы да осылай қосамыз. Бір кромочный, бір оң, сосын бір протяжка. Ортада енді үшеу болады бізде. Үшеуден кейін бір протяжка, е? Одан кейін 6-шы қатар бірыңғай оңда, 7-ші қатарда тағы да бір кромочный, бір оң. Енді мына жерде 2 протяжкадан 2 қосылған жіптің арасынан, ілмектің арасынан 5 оң болады. 1, 2, 3, 4, 5. Мұны осылай қосылғанша тоқып кете беремін. Мен енді видео ұзақ болмау үшін түсіндіріп айтып жатырмын, түсінікті болатын шығар. Қазір сол 5 болатын жерге дейін тоқимын да, сол кезде тағы да қайталаймын сіздерге. Так, қыздар, мынау 1, 2, 3, 4, 5. Так, бірінші қатар, мына оң қатарды бірыңғай оң тоқыдық. Одан кейін екінші қатарда біз қостық, я? 4 жіп қостық, 4 ілмек. Одан кейін үшінші қатарда бірыңғай оң, 4-ші қатарда біз 8 ілмек қостық, 5-ші қатарда бірыңғай оң етіп тоқыдық. Енді 6-шы қатар. 6-шы қатарға келдік. Қатар санауды онша ұнатпайтын, мен сіздермен қосылып үйренетін болдым. Мына 1 ілмек. Енді үнемі бір оң болады, кромочныйдан кейін. Тағы біреу протяжкадан қосамыз. Енді мына жерде қараңыздар, уже по рисунку дейді ғой, уже көрініп тұр бізде. Мына жерде 1, 2, 3 болып тұр, 3 оң болып тұр. 1, 2, 3. Алдында біз қостық қой. Осында уже бұл жерде 3 болып қалды. Енді осының жанынан тағы протяжка жасаймыз. Одан кейін әрине 5 оң. Одан кейін тағы да мына протяжка мына жағымызда тұр, сол жағымызда, протяжкадан шыққан жіптер, ілмектер. Біреу қостық. Енді 3. Тағы да біреу қосамыз. Мына ортада үнемі 2 оң болады, бірыңғай ортасында. 1, 2. Тағы да мынаны бірінші іліп аламыз. Кейін тоқимыз. 1, 2, 3. Түсінікті деп ойлаймын. Тағы да солай іліп аламыз. Мына жағында бірыңғай 5 оң. 5 оңнан кейін мұны өзде көрініп тұрады уже. По рисунку даже санамасам. Бірақ енді санауды ұсынам сіздерге. Өзім онша санауды жақтырмайтын болғаннан кейін қате кетіп қалады кейде. Негізі санаған дұрыс. Крючокпен тоқсаңыздар, спицемен тоқсаңыздар. Так, мына жерде тағы да біреу іліп аламыз. Енді түсінікті деп ойлаймын, Осыдан кейін мына қатар оң тоқылады. Сөйтеді да, келесі қатарда тағы да 8 ілмек қосылады осы әдіспен. Мына 7-ші қатарды бірыңғай оңып тоқып алдым. Енді 8-ші қатарға келдім. 8-ші қатарда соңғы рет қосамыз біз, ілмек қосамыз. Тағы бір кромочныйдан кейін бір оң. Бұның қыздар, егер сіздер бәрін біліп, түсініп тұрсаңыздар, қайта-қайта көрудің қажеті жоқ. Кейбір қыздарға әр қатарды санап тоқыған ыңғайлы екен, солар үшін қайталап жатырмын. Кімге бұл артық болатын болса, өткізіп кете беріңіздер. Міне енді қараңыздар, мына жерде бір оңды тоқығаннан кейін тағы да бір жіп қосамын, бір ілмек. Және 5 оң тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау іліп алдым. 1, 2, 3, 4, 5. Іліп алдым. 1, 2, 3, 4, 5. Жылдамдықтайын іліп алдым. 1, 2. Тағы да іліп алдым. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4,
35. Бұл енді ең кішкентай размерге тоқыдым да, мен 9 сантиметр табанға. Егер де сіздердің табандарыңыз бұдан ұзындау болатын болса, онда не істейміз? Онда алғашқы мен іліп алған 16 ілмектен бастадым. Несі көрінбей жатыр, мен анық. 16 ілмектен бастадым. Сіздер оны 18-ден бастасаңыздар болады. 20-дан, 22-ден.